Баршаңызға сәлем, қыздар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздерге осындай ажурный болып шығатын, тесік жұп-жұқа, жұмсақ болып шығатын блинчиктің рецептімен бөлісемін. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Бізге ең алдымен құрғақ ыдысқа 3 жұмыртқаны салу керек. Содан кейін 1 шай қасық тұз саламыз және осы жарты қасық толтырмай ас содасына кішкене 6% алманың уксусын құйып, осылай сода ерігенше араластырып алып, жұмыртқаның үстінен құйып жібереміз де венчикпен жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып алғаннан кейін үстіне 500 мл сүтіміздің барлығын құйып, тағы да бір рет араластырамыз. Содан кейін артынша қайнап тұрған ыстық 400 мл суымызды аз-аздан осылай құйып, қозғап отырып құямыз. Содан кейін ұнымызды өлшеп алуымыз керек. 300 грамм жоғары сұрыптағы ұнды өлшеп алдым. Дәл осы ұнды електен өткізіп, барлығын салып жібересіздер. Дәл осылай ұнымызды аз-аздан салып, венчикпен араластырып отырамыз. Ешқандай комочка түйірлері қалмауына мән беріңіздер. Дәл осы салмадан 30-32 дана құймақтар шығады. Мен сатылымға дәл осы рецепт арқылы дайындаймын. Жақсылап араласуына мән беріңіздер, ешқандай комочка қалмау керек. Енді 3 ас қасық қантты салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Ең соңында 3 ас қасық сұйық майымызды құйып алып, тағы да бір рет май толық араласқанша араластырып пісіріп бастаймыз. Көріп отырғандарыңыздай өте оңай рецепт, мүлдем шықпай қалады деп қорықпасаңыздар болады. Бастысы ингредиенттерін өлшеп, өз шамасынан асырмай, кем қылмай дайындап алуымыз керек. Дәл осындай консистенцияда болу керек. Қатты сұйық деп ойламаңыздар, піскен кезде өте ажурный болып піседі. Міне мен алғашқы блинчикті қойдым. Осындай ажурный тесік-тесік болып, әдемі болып шығады. Өте жұқа болып, нәзік болып шығады. Табаға аса қатты мән беріңіздер. Осындай антипригарный блинчик пісіруге арналған таба болса өте жақсы болады. Мен бірақ антипригарный тағы басқа табам бар, соғанда осылай осы рецептпен пісіре беремін. Бұл құймақтардың бағасын 60 теңгеден сатамын, немесе килограммдап өлшеп сатсаңыздар да болады. 22 сантиметрлік табада 32 дана құймақ шығады. Міне бізде құймақтарымыз дайын болды. Мен бұл құймақтарды тапсырыс бойынша дайындадым. Сіздер де жасап көріңіздер. Видео ұнаған болса лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Дәл осылай жасап көрсеңіздер, астына комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.